Мойын омыртқасының анатомиясы бізде екіге бөлінеді. Олар типтік және де атиптік омыртқалар болып бөлінеді. Жалпы атипті омыртқаларға бірінші және де екінші омыртқалар жатады. Себебі бұлар бас сүйегімен жанаса және де бірлесе орналасқандықтан, бұл жерге сәйкесінше түсетін салмақтың да көлеміне байланысты бірінші және де екінші мойын омыртқалар өзгерген. Қалған бізде 5 омыртқа, олар кәдімгі басқа омыртқаларға ұқсас болып келеді. Енді анатомиялық ерекшелігіне дәл осы суретте назар аударатын болсақ, бұлардың арқа өсінділері немесе қылқанды өсінділері айыр болып орналасады. Және де 7-ші мойын омыртқаға дейін арқа өсінділері артқа және де төмен қарай бағытталып, бізде 7-ші мойын омыртқасына келгенде ұзарады. Яғни бұл жерде бір ерекшелігі 7-ші мойын омыртқасын айқындаушы мойын омыртқасы деп атаймыз. Себебі бізде адам басын алдыға иген кезде осы 7-ші мойын омыртқасының бізде арқа өсіндісі көрінеді. Енді бұның бір практикалық маңызы, яғни омыртқа жарақаттанған кезде қай омыртқадан жарақат алғандығын анықтау мақсатында практикалық мәні болады.